Сәлем қыздар, біз бүгін ең оңай өте дәмді рулет дайындаймыз. Алдымен жұмыртқа мен шекерді миксерлеп аламыз. Кейін оған қайнаған ыстық су құйып, ұнымызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Кейін оны пергамент қағазына төсеп, видеода көріп тұрғандарыңыздай жайып шығасыздар. Қызыптан 170 градус пеште 10-15 минут аралығында пісіріп аламыз. Дәл сол ыстық күйінде видеода көріп тұрғандарыңыздай таза майлыққа орап шығасыздар. Және крем дайындап аламыз деген солай қойып қоясыздар. Кремі кез келген қолдансаңыздар болады. Сармай және сгущенка немесе құр сливкидің өзін миксерлеп өте дәмді крем шығаруға болады. Егер қаласаңыздар, салмасына түрлі жеміс-жидектер қоссаңыздар болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай орап, артық жерлерін кесіп тастаймыз. Қалауыңызша әрлесеңіздер болады. Қант ұнтағын сеуіп, тоңазытқыш 1 сағатқа салып қоямыз. Осымен біздің өте дәмді әрі оңай рулетіміз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.